Барыс командасының үйдегі 4 ойынын талқылайтын боламыз. Біз қонаққа барған кезде тіпті бір ретте ұта алмадық, 4 жеңіліс. Өйткені екінші кезеңнен кейін ойынның атмосферасы бірден ауысты да. Біздің қорғаушыға маусым басында өте көп сын айтылды. Теңге түсіп қалды ма осы екі ойыншының? Неге олар қазір мысалы Барыста жоқ? Аңса Шайхмеденов, егер Бұқалын Баубекич командада қалса, онда Барыста емес, Наматта ойнағысы келген. Кравец өзі де айтты ғой, ең бірінші өз ойыншыларымызды қолдап үйренуіміз керек деп. Бұндай командаларға жету үшін Барысқа әлі талай тер төгу керек, және Кравец бұндай деңгейдегі командаға шығару үшін осы құраммен жете ала ма деген сұрақ өзінде. Good morning, good afternoon, hello guys. Бүгін бізде кезекті шығарылым Пульс хоккей. Актуалды тақырыптардың бірі Барыс командасының үйдегі 4 ойынын талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Эльдар Мамбаев, біздің танымал қонағымыз десек те болады, және сарапшымыз Айдай. Бірден бастайық. Бізде алғашқы ойын Ақбарыс командасының болатын. Сол туралы ойларыңыз жалпы не дейсіздер? Жалпы енді бұл Барыстың үйдегі екінші сериясы ғой, алдыңғы серияда 4 ойында біз 3 рет жеңіске жеттік, 1 рет ұтылдық, және вау, Барыс қайтадан біз жақсы көрген, біз мақтанған, біз баратын Барыс қайтып келді дейді да көбісі, бірақ одан кейін біз қонаққа барған кезде тіпті 1 ретте ұта алмадық, 4 жеңіліс, сол кезде қайтадан біздің фанаттар ой-бой, бұрынғы былтырғы Барыс қайта келді, біз ұтылдық, біз КХЛ-да не істеп жүрміз, біз баяғы бәсекеге қабілетті емеспіз деген секілді әңгімелер көп тарады, және біз енді сол Ақбарыстағы ойынға бардық қой, сол бірінші ойындағы осы үйдегі 3-ші апталық цикл деп айтайықшы, өте қиын болды. Өйткені Ақбарысты барлығымыз білеміз, олар да қазір өте нашар ойнауда. Тіпті жаңағы ресейлік бақ өкілдері Ақбарыс командасы Барыстан ұтылса, бас бапкерін тіпті алып тастайды деген бір әңгімелер шықты. Сондықтан да Барыс үшін де бұл өте керемет мотивация болды Ақбарыс үшін. Барыс енді 5-ші рет қатарынан жеңіліске ұшырады, және бұл жерде енді бір психологиялық дағдарысқа бір ұшыраған секілді команда, бірақ Кравец бар, Барыстың басшылығы бар, және бізге келген легионерлер бар. Мен Арлан, сен бекерден бекер ағылшынша бастаған жоқсың, өйткені соңғы кездері бізде осы нәтижені легионерлер жасап отыр деген секілді, және ол дұрыс. Ол дұрыс, өйткені сол легионерге қарап біздің қазақ балаларымыз, біздің қазақстандық хоккейшілерді өседі деген сенімдемін. Бірақ енді бірінші ойында, естеріңізде болса, Ақбарысқа қарсы дебюттік ойында жаңа қақпашы келді ғой, Адам Шил, Солтүстік Америкадан, және 20-ші секундта шайба жіберіп алды. Сол кезде мен енді психологиялық тұрғыдан сол Шилға өте қиын бола ма деп ойладым, бірақ енді ойынға қарағанда сол бірінші ғана шайба болмаса, тіпті ойын мен үшін бір Барыстың ойын ұнады. Біз тіпті ұтып кететін де жағдайға жеткеніміз болды, бірақ өкінішке орай реализация дейді ғой, сәл жетіспеді, және де көп удаление алып қалдық ол ойында. Жалпы енді Ақбарыс командасына қарсы, мысалы Айдай, алғашынан Адам Шил гол жіберіп алған кезде ойын қандай болды? Сен ойлаған шығарсың, мынау легионер қақпашы нашар деп, ондай ой болды ма? Жоқ, ондай ой болған жоқ, себебі ол алаңға шыққан кезде мен ойлаймын, ол байқамай жіберіп алды деп. Себебі Ақбарыстың шабуылдауы ол жерде қарқынды болды да, ол жан-жағына қарап үлгермей қалды. Сол себепті бір кездейсоқ шайба деп есептеуге болатын шығар сол кезде. Одан кейін ол өзін тез жинап алды да, қақпаға нық сенімді түрде тұрып берген. Бірақ қалай ойлайсыздар, неге Барыс әрбір ойында бірінші болып шайба жібереді? Бұл ненің белгісі? Біз негізінен сол туралы алдыңғы шығарылымда талқылағанбыз. Ауру деген болатын, бір болезнь сияқты ғой, кішігірім. Білмеймін, бірінші болып шайба жібереміз. Бірақ сол серияны тоқтаттық біз. Қай командаға қарсы ойнадық біз? 3-0 ұттық қой сол матчта. 3-0 Сибирь емес? Адмирал ма? Адмирал. Сол кезде как раз таки біз сол нені антирекорд дейміз ғой, былайша айтқанда, соны тоқтаттық. Солтүстік Америка қақпашы біздің Шутовтың мықты деп ойлайсыздар ма? Өйткені қазір енді біз білеміз ғой, легионер келсе, сол бір қазақстандық хоккейшілерден бір бас жоғары легионер келсе екен деген бір енді ой бар ғой барлығында. Бірақ мен енді қарасам, тіпті бір Шутовтың әлде қайда асып кеткен бір қақпашы емес секілді. Менің ойымша Шутовтың потенциалы әлде қайда жоғары. Бұл дәлел бүгін мен кім болды ғой бізде?
қай ойын бет Минскке қарсы ма Шутовтың ойынын алды мысалы. Қалып қалдық, бірақ дегенмен де Шутов нөмір бірінші болды. Бірақ енді жаңағы легионер қақпашы келгеннен кейін біз 4-1 есебімен ұтылып тұрдық қой Сібірден. Иә, сол қақпашы шықты, қайта Шутовтың орнына біз жеңіске жеттік, 0-ге тұрды, екінші Адмиралға қарсы тағы да 0-ге тұрды, және міне көп сарапшылар осы міне жаңа қақпашы енді нөмір бірінші болады деген бір ой бар деп айтты. Алайда енді бүгінгі ойында да мысалға қалып қалды ғой, оны да талқылаймыз қазір. Жаңа қақпашының ойыны ұнамады. Менің ойымша, егер Шутов өзінің потенциалын ашса, өзіне деген сенімділік артса, бұл хоккейші негізі Барыста емес, сол КХЛ-дың топ клубтарының біреуінде де лайықты ойнап беруші еді негізі. Бірақ енді андай нәрсе бар ғой, мысалға ойыншы демалған жоқ мүлдем. Мысалға ол 8 ойын ойнап, қатарынан ойнап, бірде-бір демалмаған. Мысалы, мүмкін сол әсер етті ме екен, жаңа неге қарсы ойнаған кезде? Сибирьға ма? Сібірге қарсы 3 шайба жіберіп алды. Мүмкін сол әсер етті ме екен? Демалыс болмағаны. Қалай ойлайсыздар? Иә, әрине енді қонақтар сериясында да, үй сериясында да жалғыз қақпаға тұрған бізде тек Андрей Шутов қана ғой. Ол физикалық тұрғыдан енді шаршады деп айтуға болады. Сол себепті соңғы ойындарда сәл-пәл жетіспеген шығар енді күш, бірақ сонда да жақсы тұрып берді қақпаға. Сол енді Ақбарыс ойынына біз влог түсірдің ғой, Арлан? Иә, влог түсірдік. Сол влогта міндетті түрде біздің Пульс хоккей YouTube арнасынан көріңіздер. Жалпы енді біз бұл проектіні неге аштық, сонда біздің жанкүйерлерге айта кетейік. Влогта да айтылған әңгіме бұл негізі. Енді қазақстандық хоккей болғаннан кейін біз көп сараладық. Жалпы біздің хоккей туралы площадкалар бар ма, қай жерде әңгіме айтылады, қандай подкасттар бар, және өкінішке орай сол подкасттардың көбісі өзге тілде. Неге өзіміздің қазақ тілінде сөйлеп хоккейді дәріптемеске деген секілді. Өйткені біздің елімізде хоккейді көретін өте көп жанкүйерлер бар, және де біздің арна осындай бір Барысқа шықтық, Барыстың жаңа басшылығына хат жаздық, сіздермен бірге жұмыс істесек бола ма, сіздерге көмектессек бола ма, хоккей қазақ контентін, қазақ жаңағы жанкүйерлерін бір жерге жинастырып, осындай бір площадка ашпасқа деп, сол үшін Барыс басшылығына өте мен ризашылығымды білдіремін. Қолымызды қайтармай, бұл идея бізге ұнайды. Барыста қазақ тіліне өте көп мән береді және дамытқысы келеді, және сол себептен біздің арна Спорт Пульс жалпы сайты, редакциясы осындай қадамға бардық, және енді бара-бара көш түзеледі, бара-бара дұрысталады, эксперттер нығаяды деген секілді. Сондықтан бізде өзіміз жаңа сарапшылар тауып, Айдай, Медина, Бақдәулет, Арланға мүмкіндік беріп, және сол жастарға қолдау ретінде міндетті түрде біздің каналға тіркеліп, әрбір шығарылымды қарап, пікірлеріңіздің барлығын оқимыз, жөндеуге тырысамыз. Енді подача барлығы бар ғой, оның бәрі тәжірибемен келеді. Сол себептен бізді қолдап кеттіңіздер. Біз осы үрдісті ары қарай маусым аяғына дейін, тіпті әлем чемпионаты болса, Қазақстан енді биыл топтық кезеңде ойнамайды ғой, А дивизионда, Б дивизионның барлығын талқылап, неше түрлі подкасттар, алда міндетті түрде Барыстың басшылығы келеді, міндетті түрде хоккейшілер келеді, керемет подкасттар, сұхбаттар болады. Сондықтан біздің арнаға жазылып, қазақ контентін бірге дамытайық. Сол Ақбарысқа қарсы ойында Арлан влог түсірген болатын, және сол влог 1200 ба, 1300 қазіргі таңда 1200 қаралым жиналды. Негізі жақсы, жаман емес статистика деп ойлаймын, былай қараған. Жаңа канал үшін өте жақсы. Сондықтан алдағы уақытта енді торпедамен ойнаймыз, үйде тағы да Ақбарыс, Авангардпен ойнаймыз. Мүмкін сол ойындардан бір влог түсіреміз. Жалпы сіз комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Торпеда, Ақбарыс немесе Авангардқа қарсы қай влогтарды көргіңіз келеді, және біздің Инстаграм арнада біз хоккейшілермен сұхбаттасамыз, қазақша сұхбаттасуға тырысамыз. Әр ойыннан кейін рилс жазып, неше түрлі ақпаратты Спорт Пульс KZ сайтынан да оқи аласыздар. Арлан. Келесі, бұл енді Ақбарыстан кейінгі ойын бізде Сібірге қарсы болатын. Сол ең былайша айтқан кезде қызықты ойындардың бірі, және адам көп жиналған ойын болды негізінен. Қателеспесем 10 мыңнан астам адам жиналды, 9 мыңнан ба 10 мыңнан астам адам жиналды, және 6-4 есеппен біз Сібірді ұтқан болатынбыз. Бірақ оған дейін біз 4-2 есеппен ұтылып жатқан болатынбыз. Ал енді осы... Айдай, сен ойламайсың ба, және сол Ақбарысқа қарсы 5-ші қатарынан жеңіліс болды ғой? Бір андай бір қорқыныш болған жоқ па? Қайтадан қазір Сібірге қарсы ойында біздің жанкүйерлер келмей қалады, толтырмай қалады. Өйткені енді біз жұмыс күндері білеміз, бір 5 мыңға, кемінде 5 мың келеді ғой адам жұмыс күндері. Ал жаңағы демалыс күндері
Барыс арена лық толы болады. Ал бұл жолы да лық толы, демек халыққа Барыстың ойыны ұнап жатыр деген сөз бе, әлде суббота және сенбі жексенбіде біздің халық хоккейден басқа ешқайда бармай ма? Айтпақшы, көз айтайын, сол күні сағат 5-те Жеңіс пен Тұран футбол болды. Бір уақытта басталды. Жеңіс мен Тұранда бір шамамен бір 3 адам болды. Мен сол ойында бардым негізі. Хоккейге барғанда. Міне. Хоккей жақсы көреді. Мен ойлаймын, ол кезде жолдастық кездесуде 2 кезең болды ғой, сол кезде біз Сібір командасын 2 кезеңде де ұтқан болатынбыз. Мүмкін сол әсер еткен шығар енді. Оның үстіне біз өзіміз жеке Барыстың жанкүйері болғаннан кейін сендік Барыстың Сібірді ұтатынына. Және ол болды. 6-да 4 есебімен біз таза жеңіске жеттік. Және де 4-1 есебі болғанда да сеніп тұрдың ба? Сендім мен, иә. Өйткені екінші кезеңнен кейін ойынның атмосферасы бірден ауысты да. Оның үстіне бізде стадионда, аренада атмосфера кәдімгідей жоғары деңгейде болды. Ең бір осы маусымдағы бір ерекше өткен ойындардың бірі деп есептеуге болатын шығар Сібірмен өткен ойынды. Кәдімгідей жанкүйерлер де, біздің ойыншылар да кәдімгідей бір жоғары деңгейде атмосфераға толы болды ойын. Айтпақшы, осы жерде кеше енді Чемпиондар лигасында ойын болды ғой, Қайрат пен Реалға қарсы. Бірінші гол жіберіп алдық қой біз. Одан кейін жанкүйерлер тынышталып қалды. Тіпті Қайрат дегендер өте аз шықты. Ал кешегі хоккейді қарасақ, тіпті 4-1 кезінде Барыс аренада жиналған жанкүйер Барыс алға, Барыс деп керемет қолдау білдірді, және кешегі сол ойынға барған фанаттар хоккейге келсеңіздер болады, және команданы тіпті ұтылып жатқан кезде қалай қолдау керектігін үйреніп аларсыз. Осы футболға осы хоккейден алатын нәрсе осы негізінен. Және де соңғы ойындарда байқағанымыз, осы ойындарға дейін бізде жеңілсе Барыс бірден жанкүйерлердің барлығы орындарынан бірден тұрып, ойынның аяғын күтпей кететін. Ал қазір жеңілсе де соңына дейін бірге болып, кәдімгідей қолдау көрсетіп жатыр. Ол дегеніміз енді команданы бір жігерленуіне бір үлкен үлес болады ғой. Жалпы енді біз сұхбаттасып жатқанда да ойыншылардың өзі айтып жатады, біздің жанкүйерлердің қолдауы өте маңызды бізге деп. Сол жағында алып қарауға болады. Осы ойында маған 20 жастағы жас хоккейшіміз Семен Симонов ұнады. Дубль авторы, КХЛ-дағы алғашқы шайбасы. Жалпы өз ризашылығымды Кравец мырзаға айтқым келеді. Осындай бір тәжірибесінің азығына қарамастан Лепунов, Симонов секілді жастарға сенім білдіріп отыр да. Сол жігіттер міне керемет камбэктің басы осы Семен несі басталды ғой, шайбасымен. Жалпы таң қалдырмаймын, неге осындай шетелден келген өзге елдің бапкері, ресейлік қой Кравец, алады да біздің жас қазақтарға сенеді. Бұл амалдың жоқтығынан ба, әлде керісінше сол аванс ретінде ме, әлде қалай? Семен Ляпунов, Симонов, Лепунов, Шайхмеден, Қайыржан секілді жастардың прогрессі ме? Айдай, сен қалай ойлайсың? Ең бірінші енді алдында пресс-конференцияда Кравец өзі де айтты ғой, ең бірінші өз ойыншыларымызды қолдап үйренуіміз керек деп, легионерлер деп оларға жүгіре бергенше, оларға үмітті көбірек артқаннан гөрі өз ойыншыларымызға да қолдау білдіру қажет деп. Негізі сол сөзінен байқауға болады, ол айтып жатырмыз ғой, мысалға Ансар Шайхмеденов. Оған негізі Кравец мүмкіндік берген осы құрлықтық хоккей лигасында Барыста ойнауға, және ол сол үмітті ақтады. Тәжірибесін жетілдірді, легионерлермен қоса бірге ілесіп ойнап, қазір енді командадағы бір үздік ойыншылардың бірі деп атауға болатын шығар. Иә, осы маусым открытиесі ғой. Осы жерде мен айта кетейін, бапкердің рөлі. Өйткені Кравец тек қана біздің қазақстандық хоккейшілермен жақсы араласпайды, ол ағылшын тілін өте жақсы біледі. Демек, жаңағы легионерлермен де. Ана бір видео шығып қалды ғой, раздевалкада Массимен екеуі кәдімгідей құрдас секілді ойнап, күліп. Бұл дегеніміз андай бір субординацияны сақтау емес, бұл жерде неуважение деген емес, бұл жерде дегеніміз командада атмосфера өте жақсы, өте қалыпты. Тіпті кім Бекетаев айтты ғой, біз командамен және легионерлермен араласуға тырысамыз, өте жақсы бізде атмосфера, тіпті тимбилдинг болды. Алдағы уақытта үйлерімізге де шақырамыз. Бұл енді жақсы атмосфера, міне результаттар да, нәтижелер де соның арқасында. Бекетаев айтып кетті ғой, мен оларды өз көзіммен көргем, Астана аренаға барлық легионерлер болып, Уэльске барды. Сосын өзім көргем Уэльстің, яғни наоборот Қазақстанға керісінше жанкүйер ол кәдімгі айғайлап, кәдімгі өзінің туған жерінде қолдап жатыр да, мысалы легионерлер. Бұл тағы да легионерлердің
барыс үшін шынайы барлығына дайын екен тағы да бір көрсететін сәт. Соны байқауға болады, себебі алдыңғы маусымға қарағанда осы жылғы легионерлердің вайбы мүлдем бөлек. Қалай барысқа келді, солайынан команданың ішкі атмосферасына, командаға, бүкіл команданың мүшелеріне бірден сіңісіп кетті ғой, кәдімгідей өздерінің туған жерінде қарайды. Оны олардың бір-біріне деген қарым-қатынасынан, іс-әрекетінен толықтай байқауға болады. Маси, Томпсон, Волш, Викионе секілді хоккейшілер бұрын континенталдық құрлықтық хоккей лигасында ойнамаған ғой. Олар үшін де мотивация, өйткені енді барыстың бюджеті КХЛ-дың енді бүкіл команда демей қойық, енді 90% командадан аз ғой. Ал басқа командаларда жалақы 2-3 есе көп алуға болады. Сондықтан оларға жаңа мүмкіндік, өзін көрсету және олардың хоккейін жаңағы қарсылас команданың аналитиктері, бапкерлері, тіпті хоккейшілер көп біле бермейді да, оларға осындай мүмкіндік. Және бұл мүмкіндікті осындай бір волнамен, толқынмен пайдаланып қалуымыз керек қой. Тағы да мен осы Сібірмен ойында бір қуанғаным, Бреустың соққан шайбасы 2-2 қылды, жаңылмасам есеп теңестірді. Өйткені біздің қорғаушыға маусым басында өте көп сын айтылды. Ұлттық құраманың ойыншысы торпедода ойнаған, бірақ қазір барыста ашыла алмай жатыр. Енді бұл Бреустың соққан шайбасы оған мотивациялық тұрғыда, және психологиялық тұрғыда өте жақсы бір ынталандыру беретін сияқты. Және біз енді Бреустен үлкен не күтеміз ғой, прогресс күтеміз. Өйткені болашақ ұлттық құраманың тіпті капитаны болуға лайық жігіттердің бірі, түр десе түрі бар, физикасы жақсы, жаңағы соққысы өте бар, IQ тамаша. Сол себептен енді Бреустың бұл ойында шайба соққаны мені жақсы бір таңғалдырды. Келсем, осымен толықтай келсем. Енді легионер демей, Кравецте бір пресс-конференцияда айтқан болатын, Мұратов қателеспесем, сосын екінші тағы бір қазақ жігіт, Мусоров. Максим Мұхаметов туралы айтқан болатын, неге оларды шығармаймыз деген кезде. Сонда олар қазір деңгейі түсіп қалды ма осы екі ойыншының, неге олар қазір мысалы барыста жоқ? Оларда енді екі жақты келісім шарт, Наматпен және Барыс хоккей клубымен. Бірақ қазір бізде жас ойыншылар өздері жақсы көрсетіп жатыр ғой. Соңғы ойындарда кәдімгідей авторлық голдарын соғып жатыр. Соған қарағанда негізі осы жас ойыншылардың потенциалын көбірек ашу керек. Оларда талант бар. Бірақ енді ол бапкер ретінде Кравецтің не ойлағанын біз білмейміз ғой. Бастысы нәтиже керек. Мысалы, қара енді бүкіл хоккейшілер бірдей емес қой. Әрбір өзінің темпераменті бар, өзінің мінез-құлқы бар, өзінің ұстануы бар деген секілді. Жаңа бапкердің келуі, мысалға бұрынғы бапкер Ғалым Баубекович оларға қазақстандық жалпы хоккейшілерге көп сенді ғой. Мүмкін бұл зона комфортадан шыға алмай жатқан шығар. Жаңа бапкердің талабын өзіне әлі қабылдамаған шығар деген секілді. Енді жақсы ойнап тұрса, командаға пайдасы тисе, олар әрине барыста ойнайды. Ол енді андай бапкер емес қой, Кравец кәдімгідей бірінші класстың баласы секілді ойбай бүйту керек, сөйту керек. Стандарт бар, сол стандартқа сәйкес келдің ба, тренировкада жақсы жасадың ба, сенің үлгерімін жақсы артса, сені мақтайды ғой. Жаман болса, сені даттайды. Сол себептен бұл жігіттерге де өздеріне мотивация. Қазір осы жағдайдан олар қалай шығады. Сол Наматпен қалып, сол Қазақстан біріншілігінде Про лигада ойнай бере ме екен деген секілді, немесе ұлттық деппін ғой, аузына барыс па жоқ, құрлықтық хоккей лигаға қайтадан қайтып келе ме деген секілді. Бұл енді андай бір кинода сценарий өрбиді ғой, қалай болады екен. Енді осы екі жігітті бақылап көреміз. Алдағы уақытта тіпті Құдай сақтасын, енді бізде де жарақаттар көп қой. Бұлардың бір себебі, өзіме былай түсіндірем, жаңа оларға айттық қой, құрлықтық хоккей лигасы үйренісіп жатыр, таңсық лига. Бұл жерде жаңағы өзінің форматы да бөлек, алаңның деген секілді коробканың. Сол себепті бұндай нелер көп жарақаттар. Сол секілді енді қазір барлығы шықса лазареттен тіпті жақсы болып кетші. Алихан Асетов бар, Роман Старченко, айтпақшы. Роман Старченко туралы мен өте көп комментарий оқыдым. Барлығы жамандап жатыр. Баяғы Роман жалақысын алып жатыр, ойнағысы келмейді, капитандықты алып алды. Болай емес. Романда шынымен де жарақаты бар екен, және алдағы уақытта былтыр енді әлем чемпионатында ең үздік хоккейшіміз атанды ғой. Ең үздік хоккейшіміз жасына қарамастан, мотивациямен әрдайым Қазақстан үшін ойнайтын, Қазақстан үшін жанын беретін Роман Старченко енді барысқа да кемінде енді осы маусым көмектесуі керек. Және жаңағы Кравецтің жастарды алып келе отыр ғой, жаңа деңгейге. Сол деңгейде ұстап тұратын, көмектесетін осы Роман Старченко болуы керек. Сосын тағы да осы енді тақырыптан алыстамай, бізде комментария көп жазатын бір кісі бар, әрдайым бүйтіп жазады.
бұның барлық нәтижесі ол негізінен бұрынғы біздің бапкеріміздің нәтижесі деп айтқан болатын. Яғни мысалы Ансарын жақсы ойнауы, Дінмұхамед Қайыржанның жақсы ойнауы деген сияқты бұрын Мамиталиев бізде не болған, Мамиталиев. Соның үйреткен нәрселері қазір ашылып жатыр дейді. Сонымен қалай ойлайсыздар? Солай ма екен, әлде керісінше Кравицтің берген тренировкалар ма, жаттығулар ма? Не себеп? Ғалым Баубековичтің үйреткен нәтижелері, тәжірибелері болатын болса, біз онда өткен маусымда 35 ұпаймен құрлықтық хоккей лигасының шығыс конференциясында 13-ші орын алатын ба едік деген сұрақ. Сол кісіге мен қояр едім. Бұл Барыстың тарихындағы ең бір, қалай айтсақ, масқара, ең нашар ойын ғой. Енді 35 ұпай деген ол не? Қазір мысалға прайм командалардың өзі жоқ дегенде бір оны 15 ойын өткізіп жинай салатын ұпайлар негізі. Ал ол маусым бойына тек қана 35 ұпай ғана алып келеді. Иә, және де білмеймін, енді айтылған ба, айтылмаған әңгіме Ансар Шайхмединовтен енді былтырғы маусым өте қиын болды, биылғы маусымның басы өте қиын болды, бірақ менің білуімше, мен біреуден естіп қалдым да, Ансар Шайхмединов егер Ғалым Баубекович командада қалса, онда Барыста емес, Наматта ойнағысы келген. Демек, ол енді арасында бір мүмкін, енді барлығы профессионал ғой, хоккейшілердің барлығы, бірақ енді андай бір заявление дейді ғой, жасаса, онда бір демек гәп бар. Екінші жағынан легионер көп даттайды, легионер керек емес, олар ақша төлеп, бірақ енді жақсы легионер болса, Қазақстанның атын, Барыстың атын шығарып, Қазақстанның атын шығарып, жаңағы континенталдық хоккей лигасында үздік 8-дікте жүрсе, бұл әрине, бұл спорт қой, әрине біздің қазақстандық хоккейшілермен ойнадық, әлем чемпионатына бардық, ұшып кеттік. Міне соның салдары. Біздің жігіттерге жаңағы не керек қой енді, проводник деген болады. Кумир керек. Сол кумир команданың ішіне легионер болса, солға тартылып, соның дисциплинасын қарап, жақсы жақтарын алып, және Ансар Шахмединов, Лагвин бар, Тагыма, Симонов деген жігіттеріміз мысалға өте жақсы өнер көрсетеді. Енді үшінші ойын, осы 6-4 ұттық қой біз. Керемет камбэктен кейін бізде одан да бір күшті ойын болды. Бүкіл ойын осындай болса екен деп тілеймін, өйткені идеальный, шайбада жібермедік, статистикалық тұрғыдан да керемет. 3-0 Адмиралды ұттық. Адмиралда біздің Аркадий Шестаков деген хоккейшіміз бар, Барыста ойнаған ұлттық құраманың шабуылшысы, менің жақсы бір танысым, досым. Бірақ енді Барысқа қайтып келуі Адмирал үшін бір андай бір керемет болмады. Сол Адмирал бүгін кеше айтпақшы Авангардтан да ұтылды, 6-1 есебімен ойсырата, және бізге таныс Қарағандыны сарыарқасын жетелеген Тамбиев мырза отставкаға кетуі мүмкін деген бір ресейлік СМИ-лардан, бақ өкілдерінен бір әңгіме шығып жатыр. Сол 3-0 ойында бір идеальный ойын, маусымдағы ең бір керемет ойындардың бірі болған кезде ойларыңыз болған жоқ па? Міне Барыс тіпті 8-дік емес, 3-дікке таласады өзінің дивизионында. Сібірден кейінгі ойыннан кейін бізде сол Адмиралмен болатын ойында ол кезде де сендік біз жеңетіндеріне, оны енді Барыстың ресми парақшасындағы пікірлерді де оқимызға арасында сол кезде жазған, бүгінде жеңіс күтеміз Барыстан деп, және де нұр үстінен нұр болды деп айтайықшы. 6-4 есебінен кейін таза жеңіске жеттік қой. Оның үстіне біздің ойыншылар ойында мүлдем тәртіп бұзған жоқ, атмосфера кәдімгідей өте керемет болды. Енді жанкүйерлер лық толы болмаса да өте керемет ойын өткіздік. Жұмыс күні болды, дүйсенбі күні. Сондықтан адам аздығы ол енді байқалады. Бірақ мен үшін де осы Адмиралға қарсы ойын ең мықты ойын демей ақ қояйын, өйткені Сібірге қарсы ойын маған көбірек ұнады. Бұл жерде эмоция тұрғыдан шығар. Әрине, ал бірақ жаңағындай техника жағынан, физика жағынан және ешқандай айып алмағандығынан қарайтын болсақ, онда 3-0 әдемі есеп, әдемі ойын. Бұл білмеймін, не айтамыз. Кейде жанкүйерлерден бір естіп қалдым, Адмирал командасын бүгін қатты аяп кеттім, себебі біздікілер оларды кәдімгідей жеп жатыр, Адмирал командасы өте пассивті түрде ойын көрсетіп жатыр деген сияқты. Бірақ соны байқадым, неге екенін білмеймін. Олар бірінші период жақсы ойнады, бірақ екінші мен үшінші периодта бірден қорғанысқа жата қалды Адмирал командасы. Не себепті екен? Физикалық тұрғыдан дұрыс дайындалмаған шығар маусымға деген секілді. Мүмкін енді біз енді Владивосток қаласын білеміз ғой, олардың несі Азияға жақын ғой енді Ресейден, жаңағы уақыты Ресейде мысалға түс болып жатса, оларда тіпті түн болып жатамыз, сондай бір некесі бар айту. Сосын тағы мен айтарым, бұл матчта мен тағы бізде Морелис соқты, кім еді? Логвин, үшіншісін Шахмединов, жаңылмасам. Тағы да бір жақсы үрдіс, әрбір ойында кім бізде лидер болады
кім бізді алдыға жетелейді, соны ана қалай болжау қиын. Бір ойында Морелли, басында Томпсон, Волш, Викионе деген, Шайхмеденов, Савицкий, бұл дегеніміз командада бір андай бір лидерлер бар ғой енді, капитан бар, ассистенттер, бірақ кез келген ойында кез келген хоккейші атып кетуі мүмкін. Тіпті Симоновты да көрдік қой, оны алдыға күтпеген жерден. Бұл дегеніміз жігіттер өте жақсы ойнауда. Жігіттер өте жақсы ойнауда, олар бапкерін сені күтіп отыр да. Бірақ енді Кравецтің андай бір қулығын байқадым мен. Оны бүгін байқадым, кешегі ойында байқадым, жаңа кімге қарсы ойнадық қой, біз ұтылып қалдық қой, Ярославльға қарсы. Бірінші жаңа бестікте ротация жасайды екен көп, иә? Бірінші бестікте ма? Иә. Кейбір кезде жаңа қорғаныстан да, шабуылдан да. Екінші звенодан қосылады, үшінші звенодан қосылады. Бірақ екінде білмеймін, бұл енді қаншалықты дұрыс. Енді сол ойынға келейікші, кеше құрлықтық хоккей лигасының чемпионы, ең мықты командалар бірі Радулов дегенде бар командаға біз 5-1 есебімен ұтылдық, және сол менен таң қалдым. Енді көп сонша сіздер секілді әрбір хоккейға барып, қарап, саралап бермеймін. Мен білем ғой, Ярославль өте мықты команда. Бірақ дегенмен де сондай өз үйінде 5-1 есебімен ойсырай ұтылған деген сұрақ қойдым да. Жаңағы сол хоккейге баратын достарым, олар айтады, сен кеше енді Қайрат пен Реал Мадридті көрдің ғой дейді. Екеуінің деңгейін білесің ғой дейді. Біреудікі енді қазақстандыққа бір жақсы, біреудікі әлемдік деңгей. Міне дәл солай қазір Локомотив құрлықтық хоккей лигасындағы ең мықты ұжым, және біз өкінішке орай бұл ұжымға осы күні дұрыс төтеп бере алмадық. Бұл жаңағы класс дейді ғой, хоккейшілердің, сондай дейді. Бұған таң қалуға болмайды. Олар тіпті одан да көп разгромный есеппен ұту керек еді деген секілді. Демек осы барысқа жеңілістің өзі қажет болды, аспаннан жерге түсірді. Бұндай командаларға жету үшін барысқа әлі талай тер төгу керек, және Кравец бұндай деңгейдегі командаға шығару үшін осы құраммен жете ала ма деген сұрақ өзінде. Енді кешегі пресс-конференцияда жаңағы Боб Хартлер ғой нелері, бапкерлері, содан сұраған болатынбыз, жалпы барыстың ойыны қалай болды деген. Негізінен ол бүйтіп жауап берді. Барыс ойынға басында кіре алмады, бірақ 2 мен 3-ші периодта өздерінің ойындарын тауып, негізінен бізге қиын болды деп голдар салу. Сол жағынан көретін болсақ, негізінен барыс жақсы ойын көрсетті мен үшін. Эмоциялық жағынан да, физикалық жағынан да ұнады. Арламен келісем, себебі 5-1 мен ұтылғанымызбен де біздің ойыншылар өте жақсы ойын көрсетті, және де бізде шабуыл осы жолы өте жақсы болды. Себебі кезек-кезегімен шабуыл жасады, қақпаға соққылар дәл бағытталды, бірақ енді ол жерде Локомотив командасын мойындау керек, қақпашысын. Ең мықты қақпашылардың бірі, және де оларда қорғанысы өте мықты. Тас қамал деп айтайықшы. Сондай болды. Бірақ бүгінгі ойында біздікілер өздерін өте жақсы көрсетті. Тағы осы бір ұнаған жері, 3-ші периодта қателеспесем Мореллиді бір итеріп кеткен болатын. Бітті одан кейін Барыс командасының барлық ойыншылары бір нәрсе бастарына қосылып кетті ма, бүкіл мен барып итерісіп, төбелескісі келеді. Ол, яғни командалық рухтың бар екен тағы да бір мәрте көрсетті. Ойынды өзгерткісі келген шығар мүмкін. Жоқ, дегенмен жаңағыдай ойыншылар бір-бірлеріне деген жаны ашып, бір-бірлеріне біреуді ренжітуге мүмкіндік бермейді да, көрініп тұрғаны. Мысалы, қазақ болсын, легионер болсын, бәрібір бір-бірлері үшін до конца барады дейміз ғой. Соны байқадым әйтеуір 3-ші периодта. Сол ұнады маған негізінен сол жағынан. Мұз айдынан тыс бірдеңке қызық болды ма? Қызықты қонақтар келген шығар мүмкін. Кешегі ойында айтайыншы, айтқың келді ғой сол. Сен айт. Енді біз білетін танымал Freedom Bank-тың басшысы дейміз ба, директор дейміз ба? Freedom Holding-тың басшысы Тимур Турлов үстіңгі қонақтар отыратын жерде отырған болады. Сондай бір Сәкен Мұсайбековтердің қасында. Демек, Тимур Турлов енді білеміз, жасөспірімдер футболын қолға алды, шахматты қолға алды, Қарағанды облысының футболын қолға алды. Енді бір хоккейдің ар жағы бер жағына жақындап жатқан секілді. Естеріңізде ме, ана пресс-конференция болды ғой Мұсайбековпен, сол кезде ол айтқан болатын, жаңағы легионерлердің ақшасы біздің серіктестің арқасында төленеді деді. Мүмкін сол серіктес Тимур Турлов шығар, Бір ай өтті, бірақ әзірге айтпады кім екен. Борттарда шыққан жоқ. Борттарда айтпақшы Спортпульстың несі бар?
Барыстың ойынына барсаңыздар, қараңыздар, өте әдемі болып спорт пульстың баннерлері шығады. Сондықтан сол арнаға кіріп, бізде не әдетіміз бар ғой ойнататын? Сыйлық деген сияқты. Бүгін де бірдеңке ойнатайық, мысалға, кім барыс туралы жақсы бір пікір лебіз қалдырса, сол комментарий біздің пікір алаңымызда көп лайк жинаса, ең көп лайк жинаса, онда біз 10.000 теңгеден береміз бекен, әлде шарф, әлде билет береміз бекен. Қалай ойлайсыздар? Кімге қалай? Сен не таңдаушың, Арлан? Мен атрибутика дұрыс шығар деп ойлап отырмын негізінен. Шапка, шапкама, қыс келе жатыр, жылы кину керек, жылы ұстау керек басты. Сен айтпақшы, неге бардың ғой магазинге? Иә, барыс фотода көрсеткен едім. Негізінен олар не жасады ғой, кіммен? Коллаборация. Қазақ бренд. Қазақ репаблик. Иә, коллаборация жасаған болатын. Бағалары енді бір кофталар 30-40 мың теңге, енді жалпы ішіндегі адамдардан сұраған кезде олар бағалары жақсы деді. Енді өз басым, енді студент болсам сәл жоғарылау, ал былай ақша бар болатын болса. Дұрыс, онда қыс келе жатыр. 3 шапка бар ғой, қыстық шапка. Андай кәдімгідей әдемі, соны ойнатайық. 3 адам, 3 жеңімпаз болады. Ең көп комментарий кімдікі жиналады, сол 3 адам бізден міндетті түрде сол барыстың шапкасын аласыздар. Сондықтан комментарий жазып, бізге де көмектесіңіз, біз сіздерді осындай сыйлықтармен қуантамыз. Енді сырт алаңдағы ойындар бар, кішігірім сол ойындар туралы. Ол алдында жаңа ойыншы туралы айта кетейікші, мысалы. Witherspoon, да? Иә. Тайлер Уотерспун. Қалай ойнады? Барыстың ресми парақшасының астында жазып қойған. Кәдімгідей өзіміздің қазақ қорғаушыларының деңгейіндегі ғана ойыншы сияқты деп. Демек, Барыстың жанкүйерлеріне әзірге ол кісі жағып жатқан жоқ. Енді бір-екі шайба соқса, жағып кетеді ғой. Біздің қаз екен сондай ғой. Жаттаймыз, жамандаймыз, жақсы көріп кетеміз соны. Енді лайым солай болсын, осындай ойыншылар енді алынғаннан кейін көмек қой. Демек, Барыстың қорғаныс шебінде бір оқулықтар бар. Енді ротация керек, көп күш керек. Қазір сырт алаңда тіпті біз қанша ойнаймыз? Кім ойнаймыз, Арлан? 3 ойнаймыз. Қонақта біз Сибирь, Ақбарыс және Трактор командаларына қарсы ойнаймыз. 3 ұпай аламыз деп бірден айтып кетсеңші. Ақбарысты ұта алмайтын шығармыз. Білмеймін, хоккей барлығы болады ғой, бірақ енді былай енді қарасақ, Сібірді ұтуға болады. Негізгі уақытта Ақбарыс қиын, Тракторда қиын болады ғой. Сонда 2 ұпай. 6 ұпайдан 2 ұпай ғана аламыз деп тұрсыз ғой. Иә. Енді бір жерде овертайм болып кетсе деген секілді ғой. Тракторды да ұтуымыз мүмкін. Енді маусымның алғашқы ойыны Трактормен 4-3 есебімен жеңдік қой. Реванш алған. Жоқ, енді ұтсын әрине, бірақ енді бір кемінде 3 ұпай алып кететін секілді. Ал одан кейін бізде 5 ойын қатарынан керемет. Сол кезде енді Барыстың бүкіл ойындарына келіңіздер. Тіпті жаңағы демалыс күндері билет таба алмайды екен адамдар. Сондықтан міндетті түрде алдын ала қыстың қамын жаза ойлайды екен. Сол ойындарда бізде боламыз, біздің балаларға келіп, және влогқа түсіп кетуіңізге болады. Сұрақтар қоямыз. Иә, жалпы біздің форматтағыларды көріп отырсыздар ғой, енді біз жаңадан бастап отырғаннан кейін міндетті түрде және сол пікір алаңында жазып кетіңіздер. Не жетіспейді, мүмкін Арланды алып тастайық па, орнына басқа біреуді іздейміз деген сияқты. Мүмкін айда ойнамайды шығар деген сияқты. Біз соның барлығын оқып жауап беруге тырысамыз. Болды. Енді осы қанша ойын өтті бізде? 11 ойын. 11 ойын өтті ма? Кеше 11-ші ойын. Иә, 11-12 дейік, мақұл, 10-11. Қазіргі таңдағы осы 11 ойында сен ойыншы Арлан ең мықты Барыста өзін көрсеткен хоккейші кім? Сен ойыншы. Мен ойымша Дінмұхамед Қайыржан. Айдай оны эгоист дейді, бірақ мен үшін ол жақсы ойнайтын ойыншылар. Месси болып тұр ғой? Иә. Жоқ, бірнеше ойыншылар бар енді. Марели тастаймын әйтеуір. Және Макошин мен Викёне. Райли Волш. Бүкіл ойыншыларды айтып тастадым ғой. Сен бір пятерка жинап тастадың ғой? Бүкіл бір звеноны жинап тастадым кәдімгідей. Райли Волш сұмдық гол салды айтпақшы. Айдай, сен ойыншы. Бір хоккейші. Ансар Шахметенов. Бұл краш қой бұл Ансар. Мединаныкі біреуіз, Бағдәулеттікін білмейді. Сосын Райли Волш және де Джейк Масси. Джейк Масси бізде қорғаныста өте жақсы өзін көрсететін ойыншы. Кәдімгідей қауіпті қақпаға бағытталған шайбалардың барлығы мен осы ойындарды көріп жатырмын ғой, үй сериясындағы. Кәдімгідей барын салып, жанын салып қорғайды. Шебер ойыншы Джейк Масси.
Өзіңізге? үштік. Галимов деп. Иә, Галимов. Жоқ, Галимов маған несін ұнайды, ана көп ассистер береді ғой. Иә, Әзірше Айта бірақ кетейінші. шайба салыпты ғой. Адмиралға қарсы ойында клюшкасы сынды ғой, ойын таяғы дейміз ғой. Сол кезде жынданып шайбаны бір тепкен жері аяқ. күшті болды, аяқпен. Болашақ футболист екен. Бүгінгі ойында да. Соңған екіні алып екеуін ойнап болмай екен. Низа бергендер деп төбелесеміз деп. Жетіспей жатыр Әсетов төбелескені. Айс Томпсон да жетіспей жатыр. Иә, құрметті біздің 130 оқырмандарымыз осымен біздің шығарылым өз мәресіне жетті. Бізді қолдай отырыңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, шарфты ұтып алыңыздар, жастарды қолданыңыздар, инстаграмға тіркеліңіздер, пульс хоккейге тіркеліңіздер. Осымен бітті. Goodbye.